Ертеде бір өте бай, бірақ қатал хан өмір сүріпті. Ол өзінің елінде кімнің ең ақылды әрі шыншыл екенін білгісі келіп, бір сынақ ұйымдастырады. Хан былай деп жарлық шығарады: кім маған өтірік айтпай, шындықты айтса, соған үлкен сый беремін. Көп адамдар келіп, ханға түрлі әңгімелер айтып, өзін мақтай бастайды. Бірі ақылды екенін, бірі батыр екенін, бірі сиқыршы екенін айтып мақтанады. Бірақ хан олардың сөздерінен жалғандықты сезіп, бәрін қуып шығады. Бір күні ханның сарайына қарапайым бір шаруа баласы келеді. Жас бала ханның алдына келіп: хан ием, менде ерекше қасиет жоқ, тек қолымнан келгенше еңбектенемін және әрқашан шындықты айтамын. Хан таңырқап: сонда сен ешқашан өтірік айтпайсың ба? деп сұрайды. Айтпаймын, себебі өтірік айтқан адамға сенім болмайды. Адалдық адамдықтың белгісі, деп жауап береді бала. Хан баланың көзіне қарап шыншылдығына сеніп, дәл осындай адам менің уәзірім болуға лайық. Хан баланы сарайына шақырып, білім беріп, кейіннен ел басқаруға сеніп тапсырады. Ел ішінде әділдік орнап, жұрт шыншыл баланың арқасында бақытты өмір сүріпті. Шыншыл бала елге әділ уәзір болған соң, хан оны ордаға жақын тартып, маңызды істерге араластырады. Жастардың көзі оған қарап, ақыл кеңес сұрай бастайды. Ескі уәзірлер қызғана бастады. Бір күні хан ел арасында сұрау салып, ел ішінде кім әділетті шешім қабылдай алады? деп сұрайды. Бүкіл жұрт шыншыл бала деп бір ауыздан жауап береді. Көп ұзамай хан қартая бастайды. Ол ел тағдырын сенімді қолға тапсыруды ойлайды. Ханның 3 сынағы болады. Ең алғашқысы, ханның алтын тәжін біреу ұрлап кетеді. Бүкіл сарай алаңдап қалады. Уәзірлер бір-біріне кінә артады. Хан елге былай дейді: кім шындықты тауып тәжімді әкелсе, сол келесі хан болады. Барлық уәзірлер тергеуге кіріседі, бірақ ешқайсысы шын ұрыны таба алмайды. Сол кезде шыншыл бала былай дейді: ұрыны жазалау оңай, бірақ одан да маңыздысы неге ұрлық болды, кімнің жүрегі тарылды. Ол сарай қызметшілерімен сөйлесіп, әр адамға жеке барып әңгіме құрады. Бір күнде бәрі анықталады. Тәжді ұрлаған аш қалған аспаз бала екен. Ол анасы науқастанып, дәрі алу үшін амалсыз тәуекелге барған. Шыншыл бала ханға келіп: тәж осында, ұры жазадан гөрі көмекке мұқтаж. Егер біз әділетті болсақ, ешкім ұрлық жасамайды. Хан таңырқайды: сен тек шындықты тауып қана қоймай, жүрекпен көре білдің. Бірінші сынақтан өттің, дейді. Тәж ұрлығы шешілген соң, ел шыншыл баланың даналығына таң қалып, оны адал ханзада деп атай бастайды. Бірақ сарай ішінде бұл атақ бір топ уәзірге ұнамайды. Олар ішінен күңкілдеп, бұл қарапайым шаруа баласы еді, қалайша бізден жоғары тұрады, деп қызғанышпен қарайды. Сол уәзірлер ханға барып жала жабады. хан ием, шыншыл бала жұртты өзіне қаратып, сізге қарсы топ құруда, дейді. Хан сенбейді. Бірақ бәрін өз көзімен көргісі келеді. Сөйтіп екінші сынақты жариялайды. Ертең мен жоқ кезде елде бір күн бойы тәртіпті кім сақтайды, соған елді сеніп тапсырамын, дейді. Хан бір күнге ордадан кетіп, бәрін бақылап отыру үшін қарапайым киім киіп, базар арасына жасырын шығады. Уәзірлер дереу билік өзімізде деп ойлап, халықтан артық салық жинап, әділетсіз шешімдер шығара бастайды. Тіпті кедейдің малын байға өткізіп, ақысыз тартып алады. Шыншыл бала бұған төзе алмай: бұл әкімдік емес, ел сеніммен өмір сүреді. Кім адал болса, соның сөзі жүруі керек, деп қарсы тұрады. Уәзірлер: сен кімсің бізге қарсы шығатын, деп оны зынданға қамауға тырысады. Бірақ халық бұл әділетсіздікті көріп көтеріліп кетеді. Барлығы: шыншыл бала біздің әділ басшымыз, деп дауыстайды. Сол сәтте хан қара киімін шешіп ортаға шығады. Мен бәрін көрдім. Шыншыл бала халықтың қорғаны, ал уәзірлер сатқын. Екінші сынақта өтті, дейді. Ол зұлым уәзірлерді ортадан қуып, шыншыл баланы елдің бас уәзірі етеді. Енді соңғы бір ғана сынақ қалды.
Уақыт өте берді. Хан бұрынғыдан да қартайды. Ол орда кеңесінде: «Мен енді ел басқарудан кетем. Хандыққа лайық адамды өзім емес халық таңдайтын болсын». Хан елге былай жарлық жібереді: «Кім хан болғысы келсе, 3 күн ішінде сарай алдына келсін. Халық алдына сынақтан өтсін. Соңғы шешімді мен емес халықтың дауысы шешеді». Сол кезде орда алдына 3 адам келеді. Бірінші бай уәзір, ол алтын арбамен келіп сыйлықтар таратады. Екінші батыр, ол қолына қылыш ұстап өз ерліктерін айтады. Үшінші шыншыл бала, ол тек ақ киім киіп қарапайым күйде келеді. Халық алдына шыққан шыншыл бала үнсіз тұрады. Хан сұрайды: «Неге сен өзіңді мақтамайсың? Мақтауға лайық болсаң, халықтың жүрегі сені айтып тұрады. Мен елге билік жүргізу үшін емес, қызмет ету үшін келдім». Халық шулап кетеді. «Осындай басшы керек, ол бізді емес жүрегімізді естиді», деп барлығы шыншыл баланы қолдайды. Хан көз жасын сүртіп: «Сен менің соңғы үмітім болдың. Хандықтың тағын саған тапсырамын», дейді. Бірақ дәл сол сәтте шыншыл бала күтпеген шешім қабылдайды. «Хан ием, мен таққа отырудан бас тартамын. Себебі мен халықтың ішінде болып шындықты сақтағым келеді. Тақ маған емес, сенімді жүрекке тиесілі. Мен елдің арасында әділеттің қасында болам». Хан ойланып: «Онда сенің сөзің заңсыз болсын», деп ел басқару жүйесін өзгертеді. Сол күннен бастап бұл елде таққа отырмайтын хан өмір сүріпті. Жүрегімен басқаратын, шындығымен елді біріктіретін тұлға. Шыншыл баланың аты аңызға айналады. Жақсылық, адалдық пен әділет елге тұрақты орын тебеді. Ал ертегі жұрт арасында ұрпақтан ұрпаққа тарап кетіпті.